Құрметті студенттер, саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы педагогиканы оқытудың диагностикалық негізі. Педагогикалық мониторинг әдістемесі. Педагогиканы оқытудың диагностикалық негізі атты осы дәрісіміздегі қаралатын сұрақтар: педагогикалық диагностика ұғымы, диагностиканың түрлері мен мақсаты, диагностикалық әдістер мен құралдар. Педагогикалық мониторинг түсінігін қарастырамыз. Мониторингтің кезеңдері, мониторинг пен диагностика арасындағы айырмашылық және диагностика мен мониторингтің білім сапасын арттырудағы рөлін қарастыратын боламыз. Бұл дәріс бізде заманауи білім беру процесінің жүйесінің маңызды құралын талқылайды. Педагогтер үшін диагностика мен мониторинг, құрметті студенттер, оқу тәрбие үдерісінің процесінің сапасын бағалау және жақсарту үшін қажетті әдістемелік негіз болып табылады. Педагогикалық диагностика дегеніміз не? Негізі педагогикалық диагностика ол оқу тәрбие процесінің жағдайын, даму деңгейін, нәтижесін бағалау мен анықтауға бағытталған ғылыми негізделген жүйе. Мақсаты білім алушылардың білім іскерлігін, дағдыларын анықтау, жеке даму динамикасын қадағалау, сабақ тиімділігін бағалау. Педагогикалық диагностика баланың оқу, танымдық тұлғалық қабілеттерін, білім мен дағдыларын анықтауға бағытталған кешенді әрекет десек те қателеспейміз. Диагностика балалардың жеке даму траекториясын құруға және тәрбие мен оқыту әдістерін дұрыс таңдауға мүмкіндік береді. Педагогикалық диагностика, яғни бұл үдеріс балалардың жеке даму траекториясын құруға және тәрбие мен оқыту әдістерін дұрыс таңдауға мүмкіндік береді деп айтып отырмыз. Себебі дәл осы кезеңде баланың негізгі қабілеттері қалыптасады. Яғни болашақ тұлғалық дамуының іргетасы қаланады. Диагностиканың түрлері мен әдістеріне келетін болсақ, одан бұрын диагностика барысында келесі бізде міндеттер шешіледі. Баланың танымдық іргетасы, баланың танымдық сөйлеу, эмоциялық және әлеуметтік дамуын бақылау, жас ерекшеліктеріне сай жеке ерекшеліктерін анықтау, оқыту менен тәрбиелеу процесіне түзету енгізу, ата-аналар мен тығыз жұмыс жүргізу үшін мәліметтер ұсыну. Яғни диагностиканың түрлері мен әдістері келесі: алдын ала диагностика, яғни бастапқы, ағымдық, қорытынды және жеке және топтық болып бөлінеді. Негізгі диагностикалық құралдар ол бізде тест, сауалнама жүргізу арқылы, бақылау жүргізу арқылы, портфолио, рефлексиялық жазба, салыстырмалы талдау жүргізу негізгі диагностикалық құралдар болып табылады. Енді біз оқу процесінің басында білім алушылардың бастапқы деңгейін анықтау үшін алдын ала диагностика жүргіземіз. Ал енді оқу үдерісі барысында білімді меңгеру дәрежесін үнемі бақылау үшін ағымдық диагностиканы жүргіземіз. Оқу кезеңінің немесе тақырыптың соңында нәтижелерді жинақтау үшін қорытынды диагностиканы жүргіземіз. Әр оқушының жеке ерекшеліктері мен қабілеттерін зерттеу үшін жеке диагностика жүргіземіз. Оқушылар тобының жалпы деңгейін және топтық динамиканы бағалау үшін топтық диагностика жүргіземіз. Енді педагогикалық мониторинг осы оқыту процесінің үздіксіз жүйелі бақылауы мен талдауы нәтижесінде деректер жиналып шешімдер қабылданады. Мониторингтің жаңа кезеңдерін айттық. Енді ерте жастағы балалармен жұмыс жүргізудегі диагностиканы негізгі міндеттеріне келетін болсақ, ерте жастағы балалармен жұмыс істейтін педагог бізде болу үшін диагностика әсіресе маңызды болып табылады. Себебі біз осы кезеңде баланың негізгі қабілеттерінің қалыптасып, болашақта тұлғалық дамуының іргетасы қаланатынын білеміз.
яғни баланың негізгі диагностиканың негізгі міндеттері ол баланың танымдық, сөйлеу, эмоциялық және әлеуметтік дамуын бақылау, жас ерекшеліктеріне сай жеке ерекшеліктерін анықтау, оқыту мен тәрбиелеу процесіне түзету енгізу, ата аналармен тығыз жұмыс жүргізу үшін мәліметтер ұсыну. Яғни осы диагностика нәтижелері негізінде педагог әр баланың даму траекториясын құрып, жеке қажеттіліктеріне сәйкес оқыту әдістерін талдай алады. Педагогикалық мониторинг негізі жаңағы оқыту процесінің үздіксіз жүйелі бақылау мен талдауы. Нәтижесінде осы деректер жиналып, шешімдер қабылданады. Бұл баланың даму динамикасын ұзақ мерзімді бақылау арқылы бақылау арқылы сапалы талдау жасау әдісі. Енді үздіксіз сипат ол бізде процестің даму динамикасын үнемі қадағалау және өзгерістерді жүйелі бақылау болып табылады. Нәтижелердің өзгеруі мен бағытын анықтап, қай кезеңде қандай жетістіктерге жеткенін талдау ол бізде ұзақ мерзімдік мониторинг болып табылады. Жинақталған деректердің негізінде негізделген педагогикалық шешімдерді әзірлеу, ол шешім қабылдау. Яғни мониторинг көбіне оқу жылының басында, ортасында және соңында жүргізіледі. Енді педагогикалық мониторингтің кезеңдері. Педагогикалық мониторинг кезеңдері ең бірінші мақсат қою. Яғни қандай бағыттар бойынша бақылау жүргізілетінін нақты анықтау және мақсаттарды тұжырымдау. Әдістерді таңдау кезеңінен тұрады. Яғни бұл кезеңде бақылау, әңгімелесу, ойын әдістері, жаттығу сияқты тиімді құралдарды белгілейміз. Әр бала бойынша жеке карта жүргізу, ақпаратты жүйелі түрде жинақтау, ол деректерді жинақтау және талдау кезеңі болып табылады. Алынған деректер негізінде педагогикалық қорытынды жасау және заңдылықтарды анықтау, ол нәтижені интерпретациялау кезеңі болып табылады. Қажет жағдайда жеке топтық түзету жұмыстарын жоспарлау және жоспарлауды жүзеге асыру, ол түзету жұмыстары. Егер қажет жағдай болатын болса, түзету кезеңдері орын алады. Енді педагогикада диагностика мен мониторингтің айырмашылығы неде? Диагностика, мына суреттен қараңыздар шыққане. Диагностика және мониторинг айырмашылығы неде? Яғни диагностикада нақты сәттегі жағдайды анықтайды. Диагностика нақты сәттегі жағдайды анықтайды. Нүктелік сипатта әсер ететін факторларды нақтылайды. Айырмашылығы диагностикада. Педагогикалық диагностика мен мониторинг жүргізудің әдістемесі бізде бүгінгі таңда елімізде білім беру жүйесі сапалы нәтиже мен оқушының тұлғалық дамуына бағытталған. Осы мақсатта қолданылатын маңызды құралдардың бірі ол педагогикалық диагностика мен мониторинг. Енді заманауи білім беруде диагностика мен мониторингтің маңызы, яғни сапаны бағалау, оқу тәрбие процесінің мазмұны мен сапасын объективті бағалау мүмкіндігі. Білім алушылардың даму ерекшеліктерін терең зерттеу және талдау, ол даму кезеңі. Дамуды зерттеу. Яғни білім алушының қандай ерекшелігі бар екен, оны осы жерде тереңірек зерттеп, оны талдау жүргіземіз. Педагогтың әдістемелік қызметін үздіксіз жақсарту және дамыту, әдістемені жетілдіруге. Сапалы кері байланыс алып, нақты шешімдер. Яғни бұл құралдар арқылы оқытушы өз оқу процесін жақсартуға нақты педагогикалық шешімдер қабылдай алады. Оқушылардың білім сапасын арттыруды және олардың жеке тұлғалық дамуын қолдайды. Енді жаңа жоғарыда атап өттік рефлексия, сұрақтар мен тапсырмалар беру арқылы. Енді бұл жерде теориялық түсінік, әдіснамалық білім, практикалық қолдау. Яғни бұл жерде сұрақтар мен тапсырмалар арқылы жаңағы кері байланыс жүргізу арқылы
жаңағы педагогикалық диагностика дегеніміз не, яғни диагностиканың қандай түрлері бар, мониторинг ұғымын түсіндіңіз, қалай ұғымын түсіндіңіз, мониторинг кезеңдеріне қандай сипаттама бересіз, диагностика мен мониторингтің ұқсастығы мен айырмашылығын салыстырыңыз. Яғни әдіснамалық сіздердің білімдеріңізді түсіну үшін мен сіздерге практикалық сабаққа осы үш жаңағы сұрақтар мен тапсырманы бергелі отырмын. Диагностикада қолданылатын әдістер мен құралдарды атайсыз. Тест пен бақылау әдісінің ерекшелігі қандай екенін біліп келіңіз, қарап келіңіз. Мониторинг пен дәстүрлі бағалаудың айырмашылығының неде екенін көріңіз. Сіз қандай жағдайда мониторинг жүргізуді жөн санар едіңіз, мысалы. Осы сұрақтың барлығын мен сіздерге келесі жолы практикалық сабақта бір сабақтың мысалында мониторинг кезеңін көрсетіп келулеріңізге тапсырма ретінде сіздерге беріп отырмын.